Бұл видео формулалар арқылы шығарылатын тригонометриялық теңдеулерге арналады. Енді бұл теңдеулерді шығару үшін формулаларды білу керексіздер. Қосу формуласы, тригонометриялық функциялардың қос бұрыштарының формулалары, дәрежені төмендету формулалары деген сияқты. Кеттік. Оны мысалдарда көрейік. Мысалы, мына жерде біз мына теңдеуді қалай шығаратын едік? Бұл жерде егер формуланы білетін болсаңыздар, мынаның түрі қорқынышты болғанымен формуланы білу арқылы оп-оңай шығарып кетуге болады. Естеріңізде болса, мына формула бар еді бізде. Тангенс 2х тең 2 тангенс х бөлінген 1 минус тангенс квадрат х деген формула бар еді бізде. Енді бұны біз қалай шығарамыз, соны көрейік. Мына жерде 2х болатын болса, демек формулада 2-ге бөлініп кетіп қойылады аргументіндегі нәрсе. Мына жерде менде 2х бар. Демек, кәдімгі мына күйде жазу үшін мен 2-ге көбейтіп жіберем. Тангенс 2-ге көбейтсем 4х болып кетеді. Тең 1. Мына полностью өзі бір формулаға кіріп кетеді. Енді мына теңдеуді шығарам. 4х тең арктангенс 1 плюс пика. 4х тең қай градуста 1-ге тең? Пи бөлінген 4-те плюс пика. 4 көбейтіліп тұр, келесі бетке бөлі болып барады. Х тең пи бөлінген 16 плюс пика бөлінген 4. К тиісті зетке. Жауабы осы. Мына күйде берілсе, біз қалай шығарамыз? Соны көрейік. Қалай формулаға келтіруге болады? Мұна точно қосу формуласына келеді. Тангенс альфа плюс бета деген. Бірақ мұна түбірасты 3-тен біз қорқып тұрмыз, дұрыс па? Осыны орнына мен былай жазсам бола ма? Мынаны былай істейін. Тангенс х деп жазайын. Қосу қай градуста тангенс түбірасты 3-ге тең? 60 градуста, дұрыс па? Ол тангенс пи бөлінген 3 деп орнына қоясам болады ғой. Мына жерге тангенс пи бөлінген 3 деп жазамын. Себебі мынау 60 градус, мынау 60 градус, 60 градустағы мәні мына түбірасты 3-ге тең болады. Демек, түбірасты 3-дің орнына солай жазып шығайын. 1 минус тангенс пи бөлінген 3 көбейтілген тангенс х тең, мына жердегі түбірасты 3-дің өзін жаза салайын. Енді тангенс альфа плюс бета деген формуланы жіктейік. Ол бұлай жіктеледі. Тангенс альфа плюс тангенс бета бөлінген 1 минус тангенс альфа көбейтілген тангенс бета. Осылай жіктелетін болса, мұна полностью өзі, демек, мұна формулаға келіп тұр. Альфаның орнында х тұр, бетаның орнында пи бөлінген 3 тұр. Енді солай жазайын. Тангенс х плюс пи бөлінген 3 тең түбірасты 3-ге тең. Енді ары қарай тангенстің формуласына сала салам. Х плюс пи бөлінген 3 деп жазамын мына жерге, сосын арктангенс түбірасты 3 плюс пика. Х плюс пи бөлінген 3 тең қай градуста? Түбірасты 60 градуста еді ғой, пи бөлінген 3-ге плюс пика. Сосын мұна плюс пи бөлінген 3 мұна бетке минус болып барады. Х тең пи бөлінген 3 азайтылған пи бөлінген 3 плюс пика. Жойылады, соны х тең пика. К тиісті зетке. Жауабы міне осы. Келесі мысалда біз квадрат көріп тұрмыз. Квадрат көрсек, біз дәрежені төмендетуге салу керекпіз. Дәрежені төмендетуге. Ол бұлай. Егер косинус квадрат х болатын болса,
былай жазылады. 1 плюс косинус 2х бөлінген 2 деп. Енді мына жерде бізде косинус квадрат 4х тұр. Мына жерде х тұрса 2 еселенеді. Демек, мынаны формулаға жазатын болсақ, 1 плюс косинус 4х болса, 8х болып кетеді. 2 еселенеді. Бөлінген 2 тең 1 дейін. 2 мына жаққа көбейтіп жіберейін. 1 плюс косинус 8х тең 2. Мына бір азайту болып барады. Косинус 8х тең 1. Ары қарай қарапайым тригонометриялық теңде косинусқа салам. 8х тең плюс минус. Так, стоп. Бізде бұл дербес жағдайы. Дербес жағдайы. Ол 2 пика еді. Сосын х тең 2 пика бөлінген 8 номинал қысқарады 4. Сонда х тең пика бөлінген 4к тиісті z-ге. Міне осы. Формулалармен шығарылатын теңдеулерде жалпы формуланы білсеңіздер, есептеріңіз ары қарай оңай шығып кетеді. Мысалы, мына жерде қандай формула қолданамыз? Синус, косинус, косинус, синус. Демек, синус альфа плюс бета. Мына жердегі 3х пен 4х-ті қосып жібересіз. Синус, мына жерде 5 болу керек сияқты. Екеуінде бірдей болады. Синус 3х-қа 5х-ті қосасыз, сонда синус 8х тең минус 2-ден 1 деген мына теңдеуді шығара саласыз. Келесі, мына жерде косинустың формуласы. Косинус, мына жерде минус болса, онда альфа плюс бета. Демек, косинус 2х-қа 6х-ті қоса саламыз, сонда 8х тең минус түбірасты 3 бөлінген 2-ні шығара саласыз, мына теңдеуді ғана. Сосын мұнаға назар аударайық. Мынау қай формулаға келеді? Косинус бұл жерде. Так, косинус 2 альфаға келеді. Ол косинус квадрат альфа минус синус квадрат альфа. Мына жерде тек қана 3х қана тұр. Демек, ол 2 еселенеді. Мына жерде 2 альфа болса, альфа болып кетті ғой. Демек, мына жерде косинус 3-те 2 көбейтеміз. 6 альфа тең түбірасты 3 бөлінген 2-ге сала саласыздар. Ары қарай шығара саласыздар. Мына жерде қай формулаға келеді? Синус 2 альфа деген. Ол дегеніміз 2 синус альфа, косинус альфа деген сөз. Бұл деген, мына жерде 4х болса, 2 еселенеді. Синус 8х тең минус түбірасты 2 бөлінген 2-ні шығара саласыздар. Тек қана формуланы жаттап, формуланы білу ғана керек осындай есептерде. Солай.